бұл арнайы құрастырылған сценарий жоқ видео. Бүгін мен сіздерге бір жылдың ішінде Астанаға көшкелі қандай нәрселерді, қандай ойларды түсіндім, не түйдім, сол туралы кішігірім ақпарат беретін боламын. Бірінші айтатын ой, ол әрине міне көріп тұрсыздар, құрылыс деңгейі. Мәселен, мына үйді алып қарастырсақ, бұл модстайл деп аталады. Бұл жилой комплекс. Маусым айының басында 5 қабаты ғана болған. Қазір қарасаңыздар 10 қабатқа жақын. Екінші мәселе, көлік тұрағы, парковка және үй іші ауласы, двор. Мына жақтағы үйдердің барлығы бей групп үйлер болғандықтан, бұл жағынан барлығы ойластырылған. Қазір мен осы маңайда аралап сіздерге көрсетемін. Бұл бізде Есіл ауданы, Астана қаласы. Бүгін бізде 17 тамыз. Тағы бір айта кететін жайт, әрбір жилой комплекстің жанында бірнеше азық-түлік дүкені бар. Одан кейін автобус аялдамалары жақын орналасқан. Және әр үйдің қасында міндетті түрде кем дегенде бір балабақша және бір мектеп салынған. Бұл енді осы жақта жұмыс істеп, осы жақта балаларын оқытатын ата-аналар үшін өте қолайлы деп санаймын. Екінші айта кететін ақпарат, ол әрине ауа райы. Мен өзім Семей қаласынан бір жыл бұрын Астанаға көшіп келгендіктен, Астана қаласының ауа райы маған кәдімгідей бір қалыпты үйреншікті болып қалған. Ал басқа оң елдерден келген адамдар үшін Астананың ауа райы оларға былайша айтқанда шок болып табылады. Яғни барлықтарыңыз білесіздер, шұғыл континенттік климатта орналасқан қаламыз, Қоңыржай белдеуінде қыста -40-қа дейін барады, кей кезде 45-ке дейін де баруы мүмкін. Жазда күн қапырық ыстық кездері маусым, шілде айларында +40-қа дейін барады. Бірақ осы жаз қатты ыстық болмады, әді кетсе 35 болды. 35 градус қатты ыстық деп санамайтын адамдар астына комментария жаза кетіңіздер. Қараңыздар, айналаның барлығы движняк, мектептің ремонт жұмыстары жүріп жатыр. Мына жақта ЖК-лар салынып жатыр. Bir қарасаңыздар, адамдар өтетін тротуарлардың барлығы дерлік 90% дерлік таза күйінде сақталған. Анда-санда ара-арасында ғана қоқыс жерде жатқан көреміз. Ал былай Астананың коммуналды мекемелері өз жұмыстарын жақсы деңгейде атқаруда. Қарап отырсаңыздар, бұл Есіл ауданы. Астана жалпы осы бағытта өсіп бара жатыр. Яғни бұлай бағдаршам орналасқан, ары қарай біз Қосшы деген елді мекенге жетеміз. Астанамен арасы 15 км. Негізі мына жақ район сондай тыныш, особо шулы емес, машинаның потогы аз район деп айтуға болады. Есіл район именно мына жақта осы. Ар жақта білім инновация лицейі орналасқан, және мен артында бином мектебі. Көріп тұрғандарыңыздай, ар жақта жер қазып трубаларды орналастырылып жатыр. Яғни ЖК-лардың арасы бір-біріне тығыз орналасқан. Және әрқайсының өзінің жеке атаулары бар. Мысалы, айта кеткенде міне барлығы әрі кетсе 5 минут жететін жерлерде помощь юриста, мына жерде медицина орталығы орналасқан, ар жағында тағы да мекемелері бар. Яғни мен қазір өзім тұрып жатқан райондағы әртүрлі жерлерді сізге көрсетіп таныстырмақшымын. Мысалы, мына жерде косметология орталығы, ана жерде орналасқан
айза деген типография, яғни баспа жұмыстарымен айналысатын орын. Мен жаңа жайдың мод үйлерінен, мод деп аталатын барлығы мод урбан, ар жағында мод стандарт, мод комфорт. Енді міне Венский квартал деген жилой комплекстардың арасынан келе жатыр. Келесі айта кететін ақпарат ол адамдар. Астана Қазақстанның кішігірім Америкасы деп айтуға болады. Яғни әртүрлі өңірлерден адамдар мұнда өздерінің өмір деңгейлерін көтеру үшін, көбірек табыс табу үшін көшіп келіп жатады. Менің де мақсатым бір сол. Яғни бұл жерде әртүрлі өңірлердегі менталитеттің тоғысқан жері деп айтуға болады Астананың. Әрине, мына жақта шымкенттіктер көп, Түркістан облысының адамдары көп, шығыстан да адамдар жетерлік, батыстан да, Қарағанды, орталық, солтүстік, бүкіл өңірден адамдар жинақталып, ортақ бір мақсатқа жету үшін бірігіп жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл ойлардың миксі деп айтуға болады. Көп жағдайда Астана адамдарды өзін аямауға үйретеді. Яғни қандай жағдай болмасын, қанша жерден шаршап өмір сүрсек те, өмірге мойымау керектігін ұғындыратын қала. Яғни барлық адам өзінің зона комфортасынан шығып, негізгі потенциалдарын ашуға мүмкіндік беретін қала Астана. Астана бас қала, кейбір адамдар үшін арман қала. Бірақ мен бір жылдан асты көшіп келгеніме. Астанасыз өмір сүре алмайтын сияқтымын. Яғни Семей менің туған қалам болса да, Астана мен үшін орны ерекше. Егер де сіздерге осындай форматтағы видеороликтарым ұнаса, лайк басып, астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Тағы қандай тақырыпта менің ой талқылауымды тыңдағыларыңыз келеді. Рахмет.